Барлығына сәлем достар. Бүгінгі видеода біз базалық белдемшеден трапеция белдемшесін қалай шығару керектігін үйренетін боламыз. Ең алдымен осы базаны құрастырып аламыз. Оны алдыңғы видеодан көре аласыз. Енді трапециялық белдемшені шығару үшін бізге мына выточканың сызығын төмен қарай түсіру керек толықтай. Арт жағынан да тура солай істейміз, артқы бойдан да. Сызық бойынша қазір қайшымен қиып аламыз. Енді мына ақ қағазды біз мата деп есептейік. Бізге 1 метр матаны мына жоғары жағынан қиып береді. Мына жағы бізде сетінемейтін жағы, яғни кромка. Негізінде осылай екі бүктеліп тұрады, иә. Мына жақты ізгип деп есептейік. Мына қайырылған бүктелген жағы осы жақ болсын, мына жағы кромка. Енді белдемшені біз ұзындығын кромкаға параллель қоямыз. Кез келген киімді тіккенде ұзындығын кромкаға параллель қоямыз. Алдыңғы бойды тура шетіне жабыстырамыз. Классикалық трапеция юбка жасау үшін мына выточканы біз жабамыз толықтай, ашық тұрғанды. Осылай қойсақ, бізде трапеция юбка пайда болады. Бірақ мен мынандай кең болғанын қаламаймын, сол себепті де астынан өзіме қалайтын ұзындықты алам. Мысалы 4 сантиметрді ғана қосқым келіп тұр. Ондай жағдайда бізде мына бөксенің сызығымен мына сызық бірдей болу керек. Бірінші мына сызықпен беттесу керек, және мына сызық тура болу керек, бөксенің сызығы. Дайын түрінде менің белдемшем 4 сантиметрге ашылды. Мына жақта да выточка бар. Бұны тігетін боламын. Енді артқы бойды құрастырып көрейік. Біз мына артқы бойдың ортасын бірінші жабыстырамыз. Жаңағыдай тура выточканы жауып, осылай да істеуге болады, бірақ мен 4 сантиметр бойынша тігемін. Екінші бөлігін мына сызықтың бойымен туралап, мына сызыққа тура келу керек. Екі жағынан да бірдей ұзындықта ашылған трапеция юбкамыз дайын болды. Енді жан жағынан 1 сантиметр тігіске, астынан 4 сантиметр қайыруға қалдырып сызып аламыз. Осындай выточка жерлерді 3 бұрыш ретінде сызып қойсаңыз, кейін тігуге өте ыңғайлы болады. Біздің видеомыз соңына жақындады. Базалық выкройкадан трапеция юбкасын жасауды үйрендік. Келесі видеода осы белдемшені тігетін боламыз. Келесі кездескенше.